Энергия. Табиғаттағы энергияның алуан түрлері бар. Алайда, біз бүгін сіздермен механикалық энергияны қарастыратын боламыз. Ал жалпы энергия дегеніміз не? Энергия күрделі ұғым болып табылады. Ол жұмыс және қозғалыс ұғымдарымен тікелей байланысқан. Мысалы, қозғалып келе жатқан дененің энергиясы бар делік. Ол тыныштықтағы денеге осы жылдамдықты беру үшін жасалатын жұмысқа тең. Сарқыраманың энергиясы болғандықтан, ол электр станциядағы турбинаның қозғалысқа келтіреді. Демек, энергия дененің жұмыс істеуге қабілеттілігінің өлшемі. Машина, механизм не қозғалтқыш делік, жұмыс жасау үшін оның белгілі бір энергиясы болуы тиіс. Мысалы, автомобильдің қозғалтқышы жұмыс жасау үшін оған бензин құйылады. Бензин жанғанда энергиясын қозғалтқышқа береді де автомобиль қозғалысқа келеді. Дене неғұрлым көп жұмыс жасаса, соғұрлым оның энергиясы да көп болады. Энергияны жұмыстың өлшем бірлігі джоульмен өрнектейді. Физикалық шама ретінде энергияны Е әрпімен белгілейді. Механикада энергияның екі түрі бар. Ол кинетикалық және потенциалдық энергиялар.